Кайырлы күн. Соңғы вакытта акыйка тууралуу алып качпа әңгимелер таралып жүр. Шын мәнинде акыйка дегенimiz не? Кала тургундарынын ой пикирин бирге билейик. Акыйка дегенimiz не? Акыйка дегенimiz. Билмейт экем. Акыйка? Акыйка. Акыйка? Билмедим. Акыйка дегенimiz не билесизби? Мен кактым да. Акыйка деген не экенин билесизби? Не дейди? Акыйка. Билмейм улум. Акыйка? Сиздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, қала тұрғындарының басым көпшілігі ақиқаның не екендігін білмейді. Осы орайда орталық маманынан сұхбат алғанды жөн көрдік. Қазақтың салт дәстүр ырым тиымының әрбірінің шығу негізі бар. Соның бір парасы осы діни қағидаттар мен шарттарға негізделген болса, осы араб елінде қолданылған ақиқа амал әрекетіне қатысты біздің қазақтың өзінің ұстанымы бар. Оны бізде қалжа деп атайды. Енді бұл ақиқаның шығуы қалай дегенде, бала дүниеге келгеннен кейін қыз балаға бір қой, ер балаға екі қой сойғызған. Ақиқаның сөздік мағынасы қазақ тілінде аударғанда қию, кесу деген мағынаны береді. Яғни бала дүниеге келгеннен кейін 7 күннің ішінде оның шашын қиятын болған, атын қоятын болған, және осы садақа ретінде мал соятын болған.